Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6 сыныпқа арналған кітаптың 75 және 76 беттегі тапсырмаларға жауап жазатын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал мен бастайын. Writing a blog. Жалпы бүгінгі тапсырма writing тапсырмасы бойынша болады. Writing бөлімі бойынша. Бірінші тапсырмадан бастайық. Exercise 1. Read the model text and answer the questions. Төмендегі беріліп тұрған сұрақтарға жауап беру керексіздер және астында беріліп тұрған жауаптар, яғни сұрақтар бізде осы мәтін туралы. Model text деген, текст деген мысалға беріліп тұрған осы мәтінді оқып, осы мәтін бойынша бірінші тапсырмада беріліп тұрған сұрақтарға жауап беру керекпіз. Міне оқушылар 75-ші беттегі бірінші тапсырма. Біріншісі yes he is, екіншісі it's hot and sunny, үшіншісі on Sunday 23rd of August. Төртіншісі he is going to take his compass and see a first aid kit. Бесіншісі 23 of August. Келесі тапсырма, екінші тапсырма, study the key phrases, decide the whether each phrase is about the past, then present or the future. Төменде беріп тұрған фраза сөздерді жалғастырып, және қай шақта екендігін ажырату керексіздер. Бірақ міндетті түрде төменде беріліп тұрған фразаларды жалғастыруларыңыз қажет. Міне екінші тапсырма, біріншісі tent, екіншісі in a campsite, үшіншісі fantastic time, төртіншісі expedition, Saturday және kayak. Бұл бізде екінші тапсырманың жауаптары. Яғни осы сөздермен фразаларды толықтырып жазу керексіздер. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада оқушылар біріншіден 6-ға дейінгі беріліп тұрған сөйлемнің бастамасын төменде беріліп тұрған A және F әрпіне дейін жалғасқан сөйлемдермен жалғастыру керексіздер. Яғни екі сөйлемді бір-біріне қосарлатып жазған кезде екеуінің арасына үтір қойып, үтірден кейін so деген сөзді қолданып жазасыздар. Мысалы, it's rainy, so I'm going to swim in the river. Екіншісі, we haven't got a tent, so we are going to wear waterproof clothes. Деген сияқты жалғастырып жазу керексіздер. Және бұл тапсырманы өздеріңіз жасауларыңыз керек. Сөйлемнен кейін so сөзін қолданып жазсаңыздар жеткілікті. Және төртінші тапсырмада жанында беріліп тұрған мысал текстке қарап, мысалға қарап, дәл сондай writing, жазылым тапсырмасын жазу керексіздер. Яғни бұл жерде қараңыздар, Saturday 50th August. Бұл оқушылар өздерінің қалай лагерде немесе демалыста өздерінің уақытын қалай өткен туралы айтылған. Дәл осылай сіздер өздеріңіздің бастарыңыздан өткен демалыс немесе лагерь туралы жазсаңыздар болады. Осы мәтінге ұқсатып жазсаңыздар дұрыс болады. Осымен бізде 75-ші беттегі тапсырмалар аяқталады. Келесі тапсырма 76-ші беттегі тапсырмалар My Country Adventure Holiday. Бірінші тапсырмасынан бастайық. Exercise 1. Look at the types of holiday in the box and answer the questions. Төменде беріліп тұрған демалыстардың түрлерін қарап, және төмендегі сұрақтарға жауап беру керек. 76-шы беттің бірінші тапсырмасы. I'm having fun taking pictures of everything. Екіншісі, beach holiday is my favorite because it's so interesting and fantastic. Үшіншісі, with my family. Төртіншісі, no, because it's dangerous. Бұл бізде сұрақтардың жауабы. Екінші тапсырма, read and listen to the text and write true or false. Correct the false sentences. Жанында беріліп тұрған A White Water Adventure атты мәтінді толықтай түсініп оқуларыңызға кеңес берем оқушылар. Себебі жасайтын тапсырмаларыңыз осы мәтінге байланысты болады. Осы мәтін бойынша екінші тапсырмада беріліп тұрған сөйлемнің жалған немесе ақиқат екендігін анықтап, true немесе false екендігін жазу керексіздер. Міне оқушылар, екінші тапсырманың жауабы, біріншісі false, екіншісі false, үшіншісі false, төртіншісі false, бесіншісі true, алтыншысы false. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, look at the speech bubbles, complete the rules.
Төменде беріп тұрған мысалға қарайсыздар. Look at the speech bubbles, complete the rows. Және осы мысалдар бойынша we use could, қай жағдайда сіз could'ты қолданасыз, иә? Сол бойынша төмендегі ережені толықтырып жазу керексіздер. Үшінші тапсырманың жауабы ережені толықтырып жазу. We use could, may and might to talk about possibility in the future. We use could, may and might in the positive sentences. We use could in suggestions and to talk about real choices. We could go to the park. I could go to my aunt's. She's invited me. We use could, may and might to talk about possibility generally. We use may not and might not in negative sentences. Бұл бізде үшінші тапсырманың жауаптары. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма. In pairs, ask and answer the questions using could, may and might and the words in brackets. Жақшаның ішіндегі сөздерді қолданып, сұрақтарға жауап беру керексіздер. Және сұрақтарға жауап беру кезінде could, may and might сөздерін қолдану керексіздер. Төртінші тапсырманың жауабы сұрақтарға жауап беру. Where are you going on vacation? We can go to Tabagan. What are you doing on Wednesday? Екіншісі. We could watch a movie. Үшіншісі. Do you want to go kayaking? I might fall into the water. Төртіншісі. Why don't we do rock climbing tomorrow? Stones can be dangerous if it rains. Бесіншісі. What's the weather will be tomorrow? It may rain. Алтыншысы. Tomorrow we have a math test. I hate tests. Maybe it's not so bad. Осымен бізде төртінші тапсырманың жауаптары аяқталады. Бесінші тапсырма. Write about what you could and might and may do on your next holiday. Сен келесі демалысыңда не істей алатыныңды could, may and might сөздерін қолданып жазу керексіз. Бесінші тапсырманың жауабы. My family and I went camping. We picked mushrooms and berries. And then we could have surprised my grandmother. We went to her place and started to play. We rode bicycles and painted in the sand. Осымен бізде бесінші тапсырма аяқталады. Жалпы оқушылар, бүгінгі сабақта сіздерге 75 және 76 беттегі тапсырмаларға жауап бердік. 76 беттегі барлық тапсырмаларға жауап берілді. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, өз ұстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сонда алдағы уақытта 6 сынып бойынша жауап беру тапсырмалары көп болады. Ал мынау екі тапсырма бізде 75 беттегі сұрақтардың жауабы, 75 беттегі тапсырманың жауаптары. Осымен бізде бүгінгі сабақ аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, мені жоғалтып алмаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар оқушылар. Сіздермен бірге болған English арнасы.